6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Қазақстан еліміз, ұлан байтақ жеріміз, оқып біліп тарихын танысайық келіңіз. Бәрі де біздің қолда, білім нәрін аламыз. Бабалар салған жолда жалғастырар баламыз. Біз өсиет аламыз бабалардың сөзінен, тура жолды сұраймыз көне тарих көзінен. Әли, сен сабақ айтқанда бүкіл сынып тып-тыныш отырды ғой. Бәрі таң қалды ғой. Керемет айтып шықтың. Иә, оны өзімде байқадым. Әсіресе Мадина апайымыздың көңілі толды ғой. Бәрі сиқырлы тастың көмегі ғой. Сол тасты алғанымыз қандай жақсы болды. Дегенде сақ болуымыз керек. Бұл құпияны ешкім білмеуі тиіс. Әрине, аузымызға мынадай құлып салып аламыз. Әли, Сауран, сабақтарыңды дайындадыңдар ма? Иә, анашым, сабаққа кірісіп жатырмыз. Сосын гүлге су құюды ұмытпаңдар. Мен дүкенге кеттім. Жарайды, анашым. Ал Сауран, расында сабағымызға кірісейік. Иә, Мәдина апай үй тапсырмасына Қажымұқан жайлы оқыңдар деген. Өзі Қажымұқан жайлы біледі ме екен? Қазір сұраймыз. Қайырлы күн, балалар. Бүгінгі көңіл күйлерің қалай? Қайырлы күн, сиқырлы тас. Бізде бәрі жақсы. Өткенде өзіңнен отырар жайлы естігенімді айтып, тарих сабағынан бестік алдым. Бәрекелді. Онда дұрыс болған екен. Сендерге көмегім тигеніне қуаныштымын. Сиқырлы тас, енді бізге Мәдина апай Қажымұқан жайлы оқыңдар деді. Сіз сол туралы білесіз бе? Әлбетте. Қазақтың бір туарылы Қажымұқанды кім білмейді? Ол бүкіл әлемнің ең күшті деген палуандарының тізесін бүктірген адам. Өзінің жауырыны ешқашан жерге тимеген екен. Қазақтан сондай палуанның шыққаны қандай мақтаныш? Қазір болғанда ғой, Қажымұқан олимпиада чемпионы болар еді. Болғанда қандай, бірнеше дүркін чемпион болар еді. Қаласаңдар, ол жөнінде кеңірек айтып берейін. Әрине, қуана тыңдаймыз. Иә, біз дайынбыз. Сондай күш иесі болса да, Қажымұқан да нәресте болып, дүниеге келіп, сендер сияқты бала болған. Оның аты ол кезде жай ғана Мұқан болатын. Қажымұқан бала кезден-ақ өзгеше болған екен ғой. Сосын ол ер жетеді. Бірде қыстың күні Мұқан досымен бірге шөп әкелуге ауылдан ұзап кетеді. Олар қажетті шөпті шанаға артып, қайтатын сәтте алай-дүлей боран соғып, үскірік ұрады. Енді не істейміз, Мұқан? Ай, далада қасқырға жем болатын болдық ау. Көмектесіңдер! Ей, кім бар? Көмектесіңдер! Не деген күш десеңші? Біздің аталарымыз қандай мықты болған? Содан жас Мұқан үлкен жарыстарға қатыса бастайды. Тіпті Азия,
Европадан тыс Америкаға дейін барып, үлкен додаларда топ жарып қайтады. Бірақ сондай жарыстардың бірі әйгілі жапондық балуан Саракикимен шыққан жекпе-жегі еді. Қазақ еш қашан берілмейді. Міне, осындай жеңістерден кейін Мұхан атамызға қаж атағы беріледі. Содан кейін ол Қаж Мұхан атаныпты. Өмірінде ешкімнен жеңілмеген Қаж Мұхан атамыз барлығымыздың, тіпті келер ұрпағымыздың да мақтанышы болып қала бермек. Демек, қазақ даласынан Қаж Мұхандай әлі талай балуандардың шығарына сенеміз. Өте жақсы, Сауран. Сенің де Қаж Мұхан жөнінде көп оқып, көп ізденгенің көрініп тұр. Ал келесі сабақтағы тақырыбымыз Сауран туралы болмақ. Мен туралы ма, апай? Қызық екен. Жоқ, Сауран көне қала атауы. Сенің есіміңді де сол қала атына байланысты қойған шығар. Білмедім, ата-анамнан сұрап көрейінші. Саған өте жақсы деген баға, осы бағытыңнан тайма. Ендеше бүгінге сау болыңдар, балалар.